бақытты балалық шақты сезіне алдыңыз ба жалпы? Әкем тие берсін айтатын еді, сен сол кезде бір оппозиция едің деп. Неге десем, қар көп жауыпты. Біреу білсе біреу білмейді. Әміржан Қосан бард ақын. Қазір оппозиция болу, билікке сын айту ол сондай қауіпті емес. Егер де бір өзіңе бір әділеттікке қол жеткізгің келсең, баспасөзді пайдалану керек. Бұл жаңа Қазақстан қай жылдан бастап? Жаңа Сіздің ойыңызша? Қазақстан Қаңтар оқиғасынан кейін ба әлде? жоқ, кейін? жаңа Қазақстан идеясы бар, бірақ ол толыққанды жүзеге асып жатыр деп мен айта аламын. Назарбаевқа қандай баға бересіз? Саяси тұрғыдан, адами тұрғыдан қандай адам? Трагедиялық тұлға. Жалпы сіздің жеке пікіріңіз Заманбекті атқан кім деп ойлайсыз? Оппозицияның кейбір көрнекті тұлғаларының ішінде оған деген қызғаныш болды. Аға, Назарбаев Жұмақжайға лайықты деп ойлайсыз ба? Жеке пікіріңіз. Бісміллә, рахман рахым деп айт әуелі. Бұл балам нағыз ғылымның сөзі мәуелі. Жүрегімде зікір салауат, кеудемде жан аманат, басымда тәж дәулет, құлағымда азан қаумет, көзімде нұр Мұхаммед, мұрнымда ырзық жәннет, тілімде кәләм шахадат, қолымда хайыр сахауат. Бісміллә деп айт әуелі. Ойыңда Алла тәбәрәк, мойныңда парыз сүннет, уәжіп мұстахаб, иығыңда қос періште ой берекет, қалбыңда ибад әдет, жүзіңде иман әдет, зеңде ізет құрмет, рухыңда ақыл парасат, нәпсіңде сабыр қанағат, аяғында жол шариғат, алдында ақ құбылан бір тарихат, діліңде мағрипат, мақсатың бір хақиқат болмаса, сүрген ғұмырың, көрген қызығың далбаса, баталған пірден атамнан қалған сөз еді. Үйрене ал балам, көп жүре қоймасын меңдаса. Деп бағдарламаның басын бісмілләмен бастау жөн көрдік. Қазақта аталы сөз бар, бісміллә іс қылма деген. Бағдарламаның жүргізушісі мен Бесінбай Жұматұлы. Бағдарламаның алғашқы қонағы саясаткер, журналист Әміржан Қосан. Қош келдіңіз аға. Қазір мен бір жыл болып оффты алып тастадым. Сондықтан Әміржан Қосан болып жүрмін. Офф баяғы заманның сарқыншағы деп сондай өзім. Аға, жалпы қалайсыз, жайыңыз қалай, Малжан аман ба? Аманшылық, ел қатарлы, ең бастысы бала шаға аман, отбасым, сәулетіміз, ел аман, әртүрлі қиындықтар болып жатыр, бірақ бәрін еңсеріп, әрбір отбасы да Қазақстанды еңсеріп өтетін шығар. Аға, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Қазір уақыт қымбат, уақыт ақша деп жатыр. Көп рахмет. Қазір көп көрінбейсіз, бұрынғыдай әлеуметтік желіде белсенді емессіз, телевидениеда көп шықпайсыз, көп сұхбатты бермепсіз. Жалпы қайда жүрсіз, немен айналысып жүрсіз? Бірінші тезисіңізбен келіспеймін. Мен журналистпін. Апта сайын Новая газета деген газет бар, Нобель сыйлығының лауреаты. Соған 20 жылдай колонка жүргіземін, колумнистпін. Апта сайын тоқтатқан жоқпын. Және Неге КЗ және Абай КЗ деген сайттарға журналист ретінде қоғамда болып жатқан оқиғалар туралы мақалалар жазамын, жүйелі түрде аптасына бір рет. Сондықтан ол тезиспен келісе алмаймын. Және Фейсбукта, әлеуметтік желіде күнара болып жатқан оқиғаларға өзімнің пікірімді айтып отырамын. Ал қоғамдық жұмысқа келетін болсақ, 18 жылы бір топ азаматтар біз Жаңа Қазақстан деген форум құрып, соны тіркегіміз келді. Бірақ ол кездегі үкімет, қазіргі үкіметте онша бір ишара танытып отырған жоқ оны тіркеуге. Ал бізде Қазақстанда тіркелмеген ұйымды соған қатысу ол жазаланады. Сондықтан ресми мінбе, ресми ұйым жоқ. Жеке азамат ретінде қазіргі мына әлеуметтік желінің мүмкіндіктерін пайдаланып, журналист ретінде, азамат ретінде өзімнің позициямды айтып жүрмін. Дұрыс аға. Аға, жалпы бүгінгі Сойқан сұхбатқа дайынсыз ба? Мен дайын болмасам, Сойқанға 97 жылы 33 жасымда Назарбаевқа оппозиция кетпес едім. Қазіргі оны жамандап жүргендер, соның арқасында билік пен байлыққа қол жеткізгендер үндемей жүргенде, мен 33 жасымда оппозиция кеткен қазақпын. Сондықтан дайынмын. Тек бір нәрсе ғана көңіліме келеді. Өтірік, өсек, енді ана танымал адам болғаннан кейін ол да еріп жүреді. Енді қазақта айтады ғой, жақсы жігіттің соңынан сөз ереді деп. Сол ғана кішкентай адамды көңіліне келеді. Ал былай саяси
идеологиялық, идеялық билікке, қоғамға қатысты мәселелерге оның небір сойқан айтыстарынан өттік. Қазақстанның оппозициясының біріккен кезінде 2000-ші жылдардың басында теледебатқа шыққан мына алдында отырған ағаң Нұр Отан партиясымен. Сондықтан олардың қитұрқысын, үш әріптің қитұрқысын көргеннен кейін бізге қалғанын бері шыбынның шабуы сияқты болып барады. Аға, бағдарламаның атауы сойқан сұхбат. Бағдарлама барысында сіздің балалық шағыңызға, студент шағыңызға, саяси аренадағы өмірлік жолдарыңызға шолу жасайтын боламыз. Жақсы. Ендеше бастайық. 1964 жыл шаранадан шыр етіп Әміржан Қосан дүниеге келді. Содан бастайықшы аға. Балалық шағыңыз қалай өтті? Кімнің тәрбиесінде болдыңыз? Бақытты балалық шақты сезіне алдыңыз ба жалпы? Әрине бақытты балалық сезіндім, өйткені әке шешем болды, әжем болды. Атам ертерек кетіп қалды, нағашы әжем, нағашы атам болды. Солардың барлық махаббатын сездім. Арал ауданы Сапақ бекеті, станция дейді, біреулер бекет дейді, теміржол бекетінде, әкем теміржолшы болды. Сол кез есімде далаға шығып сағыз жинайтынымыз есімде. Пойыздар өткен кезде Мәскеу, Ташкент, Мәскеу, Алматы пойыздар өтеді, тоқтамайды, бірақ өтеді. Сол кезде пойыздан бір жыртылақ бір нәрселер қалып қояды. Соларды бекетте көргеніміз есімде. Мен 6 жасымда замандастарым 7-ге толып бәрі мектепке барды. Сол кезде жер тепкіледің дейді, мен де мектепке барамын деп әкем айтады. Сөйтіп мен 6 жасымда 7 жастардың қасында отырған екен. Үйде жалғыз қалдым ғой. Аулада. Сол есімде. Сосын әкем тие берсін айтатын еді, сен сол кезде бір оппозиция едің деп. Неге десем, қар көп жауыпты. Сода мен 5 жасар, 6 жасар шығармын. Сөйтіп қолымды ұстап әкеммен келе жатсам, мен айтады екем, көке дейміз ол кісіні. Өйткені ол кісінің ағасы болды да, оны папа дедік. Солай дәстүр солай ғой. Мына кісіні көке дейміз. Сонда көке, үкімет неткен жаман деппін. Сөйтсе, мен әкем неге үкімет жаман десе, қарды көп жауғызады деп айтады. Сол кезде аузыма салған сияқты. Балалық шақ сол. Содан кейін 7 жасымызда Аралға емес, Қазалыға көштік. Қазалы ауданы бар. Сол Қазалы ауданынан бастап мен сол мектеп сонда оқи бастадым. Аға, жалпы сіз сұхбат берем дегеніңізде сіздің өмірлік жолыңызға шолу жасадым, сұхбаттарын қарап шықтым. 4 сыныптан бері өлең жаза бастапсыз. Біреу білсе, біреу білмейді. Әміржан Қосан бард ақын. Кезінде қазақтың салт-жерлері болған Табылды, Досымов, Бауыржан Үсеновтермен бірге бір жатақханада жатқан. Бәрі біледі емес, журфак біледі, казгу біледі. Бірақ саясатқа кеткеннен кейін бір көбісі қазір былай ғой, шын айтқан, қазір оппозиция болу, билікке сын айту ол сондай қауіпті емес. Хайп жинайды. Қазір отырып алып Тоқаевты жамандасаң, жаңағы облыста жүріп әкімді жамандасаң, бір ілігін тауып батыр боласың. Енді біздің кезімізде оппозицияда бір қиыны 90-шы жылдардың аяғында сен билікке сын айтсаң, саған крест қояды. Қызметіңе, бизнесіңе, эфирге. Сондықтан менің 20 шақты әнім бар. Жаман емес. Мен жора жолдастарым жақсы қабылдайды. Жора жолдастарым ішінде өнер адамдары бар, журналистер, жазушылар бар. Солар жақсы қабылдайды. Бірақ сол кезде мына Бауыржан Үсеновтер, енді Бауыржан ертерек қайтыс болып кетті, табылдардың табылуы, олар енді мен сияқты Назарбаевқа сын айтқан жоқ. Сондықтан оларға эфир ашылды. Біздің ол кездегі әндерімізге эфир жабылғаннан кейін қазіргідей мүмкіндік жоқ. Қазір ойым бар бір, осы туған күннің қарсында бір жаймен деп бард әндерін шығара беремін деп. Сондықтан 4-ші класстан бастап өлең жаза бастадым деп айттыңыз, мен мақала жаза бастадым. Мақала. Сол кезде мен журналистиканың мықтылығын сездім. Айтайын ба? Айтыңыз. Сұхбатта бір айтқан сияқтымын. 4-ші класста бір мектепте бір задница деген ойын болды. Сонда біздің баламыз ғой, 4-ші класс, 11-ден ба, 11-деміз ғой. Сонда задница деген ойында бір нашар үлгерімі нашарлау бір жігіттің аты аталмай қалды. Енді өзі үлгерімі нашар болғаннан кейін мұғалімдер оны мақтамады. Сол мен ренжідім. Сосын отырып алып аудандық газетті бірінші рет көрдім ғой, соған мақала жазайын десем, директорге тиіп кетеді екен. Сөйтсе біреулер айтты, оны баспайды, директорге тиіп кетеді аудандық жерде деп. Мен Қазақстан пионеріне жібердім.
енді ол бір қатты сыни мақала болған жоқ, бірақ задница туралы мақала. Соның ішінде ана жігіттің аты аталды. Маған сол жігіттің аты аталу керек еді да. Сөйтіп сол бір күннің ішінде батыр болып шыға келдім. Өйткені ол кезде бәрі Қазақстан пионері қазір ұланды оқиды, бүкіл республика. Содан бастап мен түсіндім, егер де бір өзіңе бір әділеттікке қол жеткізгің келсең, баспасөзді пайдалану керек екен деп. Сөйтіп мен 4-ші класстан бастап журналист боламын деген арманым болды. Сол арманға жеттім. Не себепті журналист саласына құштар болдыңыз аға? Енді біріншіден Құдай берген талант бар. Мхм. Енді қазақ журналистикасында қазақша, орысша жазатындар баршылық. Соның бірімін. Мхм. Өйткені кезінде 90-шы жылдары, 2000-ші жылдардың басында орыс тілі тағынан түсе қойған жоқ. Сол кезде мына Ресейге қатысты, шетелге қатысты әңгімелер қозғау үшін және орыс тіліндегі неоимпериялық сипаттағы адамдармен айтысу үшін орысша да жазу керек болды. Өйткені солардың деңгейінде. Қазақ тілі енді өзімнің қазақ тіліміз. Сол мақала жазып, журналистиканың қалай айтсам екен, сол кездегі журналистика бөлек, қазіргі журналистика бөлек. Біздің бала кезімізде баспасөзге шыққан мақаланың сөзі мірдің оғындай болады. Яғни кез келген мақала юристтер қарайды, заңгерлер қарайды. Яғни өсек аяң деген болған жоқ. Яғни егер де бір белгілі бір тұлғаға, оқиғаға қатысты пікір айтылса, сыни пікір, ол міндетті түрде анықтамалар, құжаттары болатын. Яғни ол парақор болса, белгілі бір органның, тексеру органның құжаттары болатын. Ал қазір әлеуметтік желіде анау ұры, мынау қары деп жаза бересіз, оған ешқандай жауапкершілік жоқ. Ол бір жағынан дұрыс, өйткені сөз бостандығы бар. Бұрыс болатыны кейде жазықтан жазықсыз бір адамдар күйіп кетеді да сонша. Сондықтан журналистиканы өзім таңдағаныма ризамын. Өйткені журналистика мен қоғамдық өмір, саясат қатар жүреді. Небір тұлғалар, саяси қайраткерлер журналистикадан шыққан. Өйткені қоғамға пікір айту, керек болса биліктің қадамдарына, шешімдеріне балама пікір айту, ол журналистердің миссиясы ғой. Сондықтан ол сондай адамдар саясаткер болып кеткенде оны таңғалудың керегі жоқ. Қазіргі журналистерге көңіліңіз тола ма? Қазір бәрі хайп болып кетті, өсек аяң, соның бер жағынан шалмай кетті да. Көңіліңіз тола ма журналистерге? Енді бір жақты айту қиын. Қалай болғанда да журналистиканың ішінде елім, жерім, ұлтым деп жүрген азаматтар баршылық. Бірақ бізде жасыратын жоқ, цензура бар. Цензура бар. Оны конституция бойынша цензура жоқ дейді. Бірақ бізде де юре, де факто дейді ғой. Де юре бізде цензура жоқ, бірақ де факто бар. Өйткені кез келген, мәселен қазір ауылға барайық, аудандық газетте бір мақала жазу үшін, және ол аудан әкіміне, облыс әкіміне тиіп кететін болса, ана редактор айтады, нағыласын, керек емес мына мақала дейді. Ол цензура. Сол сияқты орталық деңгейде де қазір бір мақала жазып, президентке, премьерге, министрге қатысты айтайын десе, ана редактор айтады, бәлесіне аулақ, мен тендер алып жатыр едім, мен мына министрмен жақсы болуым керек, сондықтан осы мақалаңды баспай ақ қояйық. Бізді неге шығармайды мемлекеттік ұлттық арналарға? Өйткені біз соғысқа, атыс шабысқа, бүлікке шақырып жатқан жоқпыз. Біз сын айтамыз. Сондықтан бізде сынға деген толеранттық сезім жоқ. Сондықтан көп деген журналистер әдебиетке кетіп жатыр, саясатқа қатысы жоқ тақырыпқа кетеді. Мәселен, білім, ілім, ғылым, мәдениет, әйтеуір мына саясатты айтпайыншы, конституцияны айтпайыншы, сайлауды айтпайыншы, белгілі бір шенеуніктердің жемқорлық туралы айтпайыншы деп, бәлесіне аулақ деп басқа тақырыптарға кетіп жатыр. Сондықтан мен олардың шеберлігін, азаматтық пайымын жоққа шығара алмаймын. Бірақ қалай болғанда да цензура әсер етіп тұрған. Дамоклдың қылышы дейді ғой. Сол Дамоклдың қылышы әрбір журналистің үстінде тұр. Екінші бір жағы бар, бізде теріс ой бар. Оппозиция жүргендердің бәрінікі дұрыс деген бір ой бар. Мен оппозицияны бір адамдай білетін адаммын. Осы сұхбаттарымды қарасаңыз, мен ешқайсысын жамандаған жоқпын, ешқайсысын жеке басына тиіскен жоқпын. Неге? Олар да пенде. Қателеспесем, 20 жылдан асты оппозиция жүргеніңізге, иә? 98. 98-ден 26. Сен нешедесің? Мен 20-дамын аға. Енді біз оппозиция шыққанда сен жоқсың. Сондықтан бізде екінші не бар? Теріс пікір бар. Оппозицияда жүргендердің бәрі 100% рас деген. Ол да дұрыс емес. Өйткені
оппозицияның ішінде де әртүрлі бар, анадай бар, мынадай бар. Біреудің ақшасына жалданып жүргендер бар. Мгм. Шетелде жүрген біреулердің ақшасына күн көріп жүргендер бар. Іште бір олигархтардан ақша алып жүргендер бар. Пендешілік бар, көре алмаушылық, қызғаныш, сосын билікпен аужаласып алғандар бар. Яғни сен тәуелсіз болып жүр, бірақ Мгм. саған грант М. немесе ақша дегендер бар. Сондықтан халық аңқау елге арамза молда дейді ғой. Сол халық соны ойлайды, міне Тоқаевты сынап жатырмын, жарайсың, мынанікі дұрыс екен дейді. А оның артында қандай мүдде бар, қандай пиғыл бар, оны көп адам түсіне бермейді. Дұрыс аға. Журналистика демекші аға, жалпы қазіргі таңда сіз үшін топ 3 журналист атап бере аласыз ба? Атын атып, түсін түстеп. Атамай-ақ қояйын, өйткені олар көп. Әркім өз саласында жүр. Мәселен, қазір YouTube арнасында мен өзіңіз сияқты азаматтарға барып тұрамын. Олар да өзінің қазіргі мына заманның түлкі болса тазы болып шал деп формасын тауып алды. Бірақ сол YouTube арна, мына видео хабарлардың кесірінен жазба журналистері көлеңкеде қалды. Өйткені көп адам оқымайды. Шынын айту керек. Иә, Көлемді басында болып кетті ғой. мақаланы оқымайды, одан да мына жерден бір 3 минут немесе қазір біздің хабарымызды көріп, о, не айтып жатыр Қазір деп уақыт жоқ аға. уақыт жоқ. Иә. Сондықтан өкінішке орай кәсіби, мемлекеттік, ұлттық деңгейде ойланатын, пікірін айта алатын жазба журналистер далада қалды. Бізде тележурналистер танымалда, жазба журналистері жұрт білмейді. Сондықтан ол да бір қазіргі заманның бір мен ойлаймын бір теріс жағы деп ойлаймын. Өйткені олардың интеллектісі, олардың мемлекет ұлтқа дейін жасаймын деген ой ұсыныстары далада қалып жатыр. Ал мына отырып алып хайповать етіп, ол да керек шығар, мүмкін белгілі бір тақырыптарды ашық айту керек шығар. Бірақ тағы да қайталап айтам, егерде қалай жаңағы нағыз біз ашық қоғам болатын болсақ, әрбір шыққан журналистің немесе жаңағы сұхбат алушы, хабар жасаушының артында тұрса, бұл ақшаны пәленше жерден алып жатыр, бұның құрылтайшысы осындай десе, онда біз түсінер едік, бұның артында бұл неге бүйтіп айтып жатыр. Кезінде Қазақстан оппозициясында да қызық болды ғой, енді мен партияларда әріптестерім болдым. Сол кезде бір қызық, бір премьер-министр немесе бас прокурор оппозицияға кетсе, оның бүкіл қатарластар оның маңайына жиналады да, оны мына біздің ұлтымызды құтқаратын осы тұлға деп, мессия деп шығарады. Жаңағы жеке басына табынып. Сол сияқты, сол газеттер оны мақтайды. Кезінде әртүрлі партиялар болды, оппозициялық. Солармен сөйлестік, қатар жүрдік. Соларға қарасаң, тек өз басшыларын мадақтайды, оларға шаң жұқтырмайды да, а қарсылас өзінің ертең сайлауда бәсекелес болуы мүмкін адамдарды жамандайды. Ол қазіргі таңда сіз қойған сұраққа мен жауап бермейтін себебім, біріншіден мен дәл қазақ журналистикасын немесе бүкіл қоғамдық ойда YouTube арнасында не айтылып жатқан 100% білемін деп айта алмаймын. Өйткені менсіз де, мысалы сіздің хабарыңыз келіп тұр, бұрын мен сізді білмейтін едім. Басқа да азаматтар, мүмкін мен көрмеген азаматтар бар шығар, бірақ Қазақстан журналистикасы заманына сай деп айта аламын. Яғни жанрлық, технологиялық жағынан ешбір батыстың, басқа мемлекеттің журналистикасынан кем емес, көркемдік жағынан да, форма табуынан да кем емес, бірақ жаңағы мен айтқан цензура қалай болғанда да өз әсерін тигізіп отыр. Оның өзі сөз бостандығын үлкен кедергі деп ойлаймын. Енді қазіргі журналистика саласында аға буын өкілдері бар ғой, Қасым Аманжолов. Көңіліңіз тола ма? Қасым талантты жігіт, өте білімді, бірақ бір жақтылау кетеді. Бір жігіттер бар бізде, мына Азаттықтың өзінің, енді былай ғой, Азаттық қалай болғанда да ол шетел Америка құрама штатының конгресі қаржыландырып отырылған редакция. Халықтық, мысалы апат жағдайлары туралы мейлінше ашық айтуға, әділ айтуға тырысады, бірақ бір жақтылық бар. Сосын былай ғой, біз кезінде 90-шы жылдары қалай айтсам екен, біз батыспен жақсы болсақ, батыстың елдерінің, енді солардың демократиялық стандарттарына жеткіміз келеді ғой. Мысалы билік ауысады, бүгін президент келді ма, Обама отыр ма, одан кейін басқасы келеді деген сияқты. Меркель болды ма, Меркельдің орнына Шольц келіп жатыр деген сияқты. Сондайды біз аңсадық, бірақ қалай болғанда да қазір геосаяси жағдайда
ұлттық мүдде деген Қазақстанның мүддесі Американың мүддесімен сәйкес болмай қалуы мүмкін. Қазақстанның мүддесі Американың, Германияның, Британияның мүддесімен сәйкес болмауы мүмкін. Сондықтан өз басым әрине шетелдік гуманитарлық қорлар арқылы жас Мгм. журналистерді тәрбиелеу, үйрету, ана BBC-ге, CNN-ге барып үйретуді мен қолдаймын. Бірақ солар құрылтайшы болып жатқан кезде біз қарауымыз керек, бұның артында қандай мүдде жатыр деген сияқты. Мәселен, Американың өзі де, біз конгресс деп отырмыз ғой, Американың өзі де сыртқы саясатта тұрақты емес қой. Кеше Трамп болды, Мгм. Обама болды, басқаша болды. Трамп болды, басқаша болды. Байден келді, басқаша болды. Сондықтан сол геосаяси ахуал азаттық сияқты басылымдарға әсер етпейді деп кім айта алады? Сондықтан сол жағынан да абай болуымыз керек. Ал жалпы азаттықтың тақырыптарды табуы, тосын тақырыптарды табуы, ащы шындықты айтуын оны қолдау керек. Ондай басылымдар да керек Қазақстанға. Демек көңіліңіз толады, иә? Толады, бірақ бір жақтылық бар. Түсінікті. Ендігі кезек 1982 жыл. Бұрынғы Қазақ мемлекеттік университетіне журналистика факультетіне түскен екенсіз. Иә. Қазіргі казгу. Соны айтып беріңізші аға. Жалпы студент шағыңыз қалай болды? Естеліктерін бөлісе кетсеңіз. Табылды досым Бауыржан Үстенов марқұм. Қандай естеліктер қалды? Ой, Бірге қызға бардыңыздар ма? Қалай жалпы? неге бармадық? Бойдақ болдық. Ән арнадыңыздар ма? Бартық әндеріңіз бар, 20 шақты білеміз. Біріншіден айтатыным, мен бірден оқуға түскен жоқпын. Мен мектепті алтын медальға бітіргенмен, бірақ оны маған берген жоқ. Оны келіп әке-шешемнен пара сұраған, сондай бір әңгімелер болған, енді ол өтіп кетті ғой. Бірақ мен мектепте жүріп, бірақ 4 алған қазақпын. Қандай пәннен? 5-ші класста ма, 6-ші класста ма, бір физика, математикада бір апай 4 қойып болды. А былай мен 90-дарда тек қана 5 алған. Мен күнделігімде 90-ның бәрі 5. Алтын белгіге лайық болған, бірақ енді өзінің бір жағдайлары бар, керек емес. Бір жыл темір жолда жұмыс істедім. Мен кітапты ең көп оқыған кезім сол темір жолда болды. Өйткені менімен қатар оқығандарым бәрі оқуға түсіп кетті де, мен ауылда қалдым. Ауылда қалдым, аналар жаңағы Ақтөбе, Қызылорда, Шымкент, Алматыда оқудан келеді каникулға. Қандай мықты, мақтаныш. Мен мына жерде оқып отыр. Ал мен слесарь болып жүрмін жаңағы темір жолда. Сол мен намысыма тиді. Неліктен мен оқи алмаймын деген бір өзімде намыс оянды да. Сол бір жылдың ішінде мен барлық кітапты оқып тастадым. Жаңа журналист боламын дедім ғой, соны мен журналистиканың сол кезде қазір білмеймін бар ма, не болды, оқуға түсу үшін мынандай әдебиетті білу керек деген кітаптар болды. Соны алдында оқып тастадым. Бір жылдың ішінде. Сондықтан маған казгуды оқу өте оңай болды. Өйткені мен классиктерді мектепте оқып тастағанмын, слесарь болып. Сонда ана басқа азаматтар, біздің курстастар, енді қазақ мектебінен келдік қой. Оларда орыс әдебиеті, шетел әдебиеті аздау оқылды да. Олар көп уақытты сол кітапты оқуға кетті. А мен ол кітаптарды оқып тастаған болдым да, мен қоғамдық жұмысқа белсене араласуым, сіз айтқандай той томалақта асаба болуға уақытым көп кетті. Асаба болсыз жаңағы. Енді менің курстастарым мақтануға тұрарлықтар. Өзіңіз айтқан Табыл бар, Бауыржан бар, Үсенов. Арман Ысқабылұлы бар, белді журналист. Серік Абашақ бар. Серік Абашақпен бір бөлмеде 5 жыл бірге тұрдық. Жалпы мен ол үшін ескерткіш қою керек маған. Серік сияқты азаматпен бірге тұрғанымда. Нұрлан Сағынбаев деген досымыз болды, полковник. Әубәкір Смайылов деген қазақтың көрнекті ақыны. Басқа да басқа азаматтар болды. Абай Иманбаев деген біздің старостамыз болды. Біз 2 курста оқыдық, өйткені бізді әскерге алып кетті. Ол өзі бір өте бір қызық жағдай болды. Өйткені бұрын совет дәуірінде айтатын, армияға барғың келмесе оқуға түс деп. Жоғарғы оқуына түс. Біз оқуға түстік, бірақ сонда да бізді алып кетті. 2 жыл Мәскеуде қызмет жасадық. Оған да өкінбеймін. Қазіргі қызметтестермен осы күнге дейін араласып, шай-пай ішіп тұрамыз. Ал Казгуградта тұрдық. Казгу қалашығында тұрдық. Қыз қырқын дейсіз ғой, журналистика факультетінің ару қыздары. Біз бірақ ешкімнің ала жібін аттаған жоқпыз. Біздің қыздарымызбен мақтанамыз. Өзіміздің жаңағы курстағы қыздарды қарындасымыздай қарадық. Жаңағы қамқор болдық, қорғаныш болдық. Бір есте қалғаны, мен белсенді болдым. Комсомол комитетінің хатшысы болдым. Студент болып жүр. Жұрттың бәрі түсінбейді де, мен ойлайды бір бастық болды деп. Мен казгудың журфагының 3-ші курс студенті болып жүріп, жатақханада жұртпен бірге тұрып, мен сол казгу комитетінің хатшысы болдым. Сол хатшысы болған кезде желтоқсан оқиғасында көрдік, 2 күн алаңда жүрдік.
Мен айтайын деп жатқаным сол қайта құру кезі болды бізде. Қайта құру деген мына кәдіргі бейнелеп айтсақ, жаңа Қазақстаннан, ескі Қазақстаннан жаңа Қазақстан өту транзиті деп жатырмыз ғой, әлі көңіліміз толмайды, мынау не болып кетті деп. Аға, жалпы жаңа Қазақстан қай жылдан бастап? Жаңа Сіздің ойыңызша? Қазақстан Қаңтар оқиғасынан кейін ба әлде? жоқ, Дейін? жаңа Қазақстан идеясы бар, бірақ ол толыққанды жүзеге асып жатыр деп мен айта алмаймын. Оның 3 себебі бар. Біріншіден, бізде әлі Назарбаевтың факторы бар. Ол қалайсыз ба, сіз қаламайсыз ба, біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Және мен сөзсіз 2019 жылы Назарбаев Тоқаевты таңдағанда олардың өзара келісім шарттары болды. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Болды, оны айта берудің керегі жоқ. Иә, ол Екінші фактор ол біздің кадрлар. Яғни біз ескі кадрлармен жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, ешқашан, мысалы, жақында Сағынтаевты 2 жыл премьер-министр болған азаматты есеп аудиторлық палатаның төрағасы қылды. Ал аудиторлық палата ол үкіметтің бюджетті қалай жұмсаған тексеретін ұйым. Сонда қалай Сағынтаев өзінің жұмсаған ақшасына, қаржысына дұрыс па бұрыс па баға бере алады? Өйткені өзі премьер-министр болды ғой. Сондықтан палатаға тәуелсіз тұлғалар бару керек. Ол ақшаға қатысы жоқ. Сол сияқты сол кадрлық шешімдер, мысалы, ескі Қазақстан әлі ұстап тұрған сияқты жаңа Қазақстан. Мен кезінде сайлаудан кейін де айтқанмын, неге осы бізде билік, мысалы, бір адам әкім болды ма, өмір бойы сол жерде жүреді, жаңағы әкім болады, министр болады, пенсияға шығарған алда депутат болады. Ол әкесінен қалған мұра емес қой. Бізде қан тазарып тұру сияқты бізде де процесс болу керек қой. Аудан, облыс, министрлікке жаңа үкіметке керек десеңіз, үш қайнасы сорпасы қосылмайтын балама әуелер келу керек. Азаматтық қоғам бар бізде. Мына әлеуметтік желіде қарасаңыз, әрбір салада өзін маман ретінде, кәсіби тұлға ретінде мойындатқан тұлғалар бар. Солар неге келмейді? Міне, екінші мәселе біздің жаңа Қазақстанның жаңағы әлі де жүзеге аспай жатқаны. Үшінші, ол биліктің, соның ішінде президент Тоқаевтың саяси ерік пен жігеріне байланысты. Саяси ерік пен жігер деген ол ескі Қазақстанның ат құйрығын кесу. Яғни сол бірінші себепті айтқан Назарбаевпен болған уәделерді халыққа айту. Айналайын халқым, 2019 жылы осындай бір уағдаластық болып еді. Бірақ қаңтар оқиғасынан кейін, мынадай бір халқымызды қанға бөктірген оқиғадан кейін, мен ол уәделерден бас тартамын. Соның ішінде деп бір Назарбаевқа айтқан, оның семьясына, бала шағасына, немерелеріне, айналасына айтылған, берілген бір уәделерін меніңше жою керек сияқты. Соның уақыты қазір келді. Әйтпесе ертең кеш болады. Ертең кеш болатыны, ертең президент сайлау болса, мысалы, бізде енді кезектен тыс сайлаулар жиі болады ғой. Болса, келесі кандидат шығып алып, айналайын қазақ халқы, мен президент болсам, Тоқаев пен Назарбаевтың арасындағы уағдаластықты жоям десе, соның халықтың бәрі дауыс береді. Сондықтан әлі уақыты бар Тоқаевты, бірақ президенттік сайлау жақындаған сайын осы уақыттың тарылып бара жатыр. Аға, бұрын бір берген сұхбатыңызда былай депсіз, Тоқаев өзінің президент ретінде ойлаған жоспарларын жүзеге асыру үшін кедергі болып тұрған бір ғана кілтипан бар, ол елбасы депсіз. Иә, сол жаңа Қазір де сондай ма? Бірінші себебі сол. Ол қалай болғанда да Нұрсұлтан Назарбаев ол бір қалай жарлықпен немесе бір үкіммен жұмыстан шығып қалатын тұлға емес қой. Нұрсұлтан Назарбаев деген ол құбылыс, ол процесс. Оның 30 жылда қалыптастырған салт дәстүрі бар. Біте қайнасқан адами қарым-қатынастар бар құдалықтан бастап. Үш жұрттың айтпағанда. Сол құбылыс бізді әлі билеп отыр. Біз қалаймыз ба, оны қаламаймыз ба? Сондықтан ескі кадрлардан арылу керек. Мен айтқан Тоқаевтың Назарбаевқа айтқан уағдаластықтарын жою керек. Оны мен ойлаймын, президент Тоқаев ашық айту керек халқына. Халықпен ашық сөйлесу керек қой. Айту керек қой. Міне, бәріміз білеміз ғой, 19 жылы бірнеше адамнан оны таңдаған. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан ол айту керек. Міне, маған осындай ұсыныс айтылды, мен осындай келісім бердім. Бірақ осындай уағдаластықты біз жойып, міне біз енді шын мәнінде жаңа Қазақстанға көшеміз. Ал жаңа Қазақстан деген қазір өкінішке орай мен болып бара жатыр. Жұрт
күліп айтатын болды, жаңа Қазақстан құрып жатырмыз ба деп. Оның өзі дұрыс емес. Сондықтан жаңа Қазақстан деген үлкен ұлы идея. Ол біздің, сіздің 20 жаста бол, мен баламнан жассыз, сіздің болашағыңыз. Біздің мына 30 жыл өміріміз Назарбаевпен күресумен кетті. Мен неге өлең жазбадым, мен неге кітап жазбадым, мен неге ән шығармадым, мен неге басқа бір пайдалы салада, жаңағы мемлекеттік бір құрылымдарда істемедім. Біз осы режиммен айтысамыз деп мына біз бүкіл ғұмырымызды сарп еттік, жартысын. А ертең тағы да бір құбыжық құбылыс пайда болып, ол Тоқаев бола ма, Тоқаевтан кейінгі президент бола ма, сол кезде сіздер айтысып жүрсеңіздер олармен шындықты айтамын деп, онда біздің кертартпа заманы орнағаны болады. Сондықтан бүкіл әлем, бүкіл дүниежүзі мойындаған демократиялық стандарттар бар. Яғни қоғам қандай болу керек, билік қандай болу керек. Сол стандарттарға неғұрлым қазақтың қоғамына нұқсан келтірмей, мәселен ұлттық мемлекеттік мүддемізге нұқсан келтірмей, соларды неғұрлым біз бойымызға жинасақ, ертең президент кім болды, премьер-министр кім болды, ол қайда бара жатыр деген әңгіме жұртты толғандырмайды. Жұртты заң, конституция және өзінің азамат ретіндегі мүмкіндігі толғандырады. Аға, жаңа құбыжық құбылыс деп қалдыңыз ғой, одан қашан құтыламыз? Тағы да қайталап айтамын, саяси ерік жігер керек. Сол Назарбаевщина дейді ғой, Назарбаевщина ұстап тұрған Қазақстанды әлі де жолында, даму жолында кедергі болып тұрған фактордан құтылуымыз керек. Яғни президентке Назарбаевқа берген президенттің Назарбаевқа берген уәделерін жоққа шығаруымыз керек. Болды. Қалғаннан содан кейін мен ойлаймын, Тоқаев та білімді азамат, тоқығаны бар, интеллектуал, ол да тарихта қалғысы келеді. Ол тарихта жақсы атпен қалғысы келеді. Мынау әділетті Қазақстан деп жатқан сол, яғни әділетті, бірақ әділетті болу үшін ол жан-жақты болу керек. Сосын екінші менің бір қорқатыным, қазір Тоқаевтың айналасы күшейіп бара жатқан сияқты. Бізде парламент емес, үкімет емес, саяси партиялар емес, Тоқаевтың айналасы күшейіп бара жатқан сияқты. Мен оны байқаймын өзім. Президенттің жүріс тұрысынан, кімдерді қабылдағанынан, қандай шешім қандай сөз айтқанынан байқаймын. Бір топ пайда болған сияқты. Ішінде дипломаттары бар, ескі Қазақстанның өкілдері Антикор бар, бар. премьер-министр Олжас Бектен. Антикор. Иә, Бұрын жасаған. иә, сондай бар. Солар жоқ. Мен айтайын деп жатқан, бізге институттар мықты болу керек. Бізде айналасы мықты болмау керек. Нұрсұлтан Назарбаевтың да айналасында солар құбыжық болды. Бүкіл байлардың бәрі айналасына шықты ғой. Менің қорқатыным, біз тағы да ертең бір Назарбаевтың орнына екінші Назарбаев дүниеге келе ме? Тырнақша ішінде айтып отырмын. Біз сол үшін саяси институттар, демократиялық институттар, сөз бостандығы, мысалы мына біздің сізбен сұхбатымыз сияқты сұхбат хабарда жүру керек, Қазақстанда жүру керек. Жоқ, мәселе сізбен менде емес, мәселе осындай тақырыптар талқылану керек. Елдің ас үйде, көшеде, дастархан басында айтылып жатқан тақырыптары өркениетті, мемлекеттік, ұлттық деңгейде өтірігін жоққа шығарып, расын растап, сондай арналарда жүзеге асу керек. Сол кезде әділетті Қазақстанға сенім пайда болады. Әйтпесе қазір білесіз ғой, бір президент бір бастама көтерсе, улап-шулап бәрі оны қолдап шығады. Біреу оны дамытып жатқан жоқ. Мемлекеттік арналарда. Біреу, мына жер дұрыс емес, осы жер бір қайттан қарасақ қалай болады деп айтып жатқан жоқ. Жанды дискуссия жоқ. Ал жанды дискуссия болмай, тек қана трафарет болатын болса, халық ондай бұқаралық ақпарат арнасына сенбейді. Назарбаев демекші, аға, Назарбаевқа қандай баға бересіз? Саяси тұрғыдан, адами тұрғыдан қандай адам? Трагедиялық тұлға. Трагедиялық тұлға. Өйткені оның қолында мүмкіндік болды. Ондай мүмкіндік Ельциннің қолында болған жоқ, Ақаевтың қолында болған жоқ, Шеварднадзенің қолында болған жоқ. Ондай мүмкіндік Назарбаевтың қолында болды. Қандай мүмкіндік? Бір күннің ішінде ол мемлекет басшысы болып шыға келді. Мемлекеттің жер қойнауында Менделеевтің таблицасы бар. Сол мемлекет, бай мемлекеттің басшысы болып шыға келді. Яғни егер де ол сол 30 жылдың ішінде халықшылдық, демократиялық, әділетті саясат жүрген кезде, бәлкім әлі де отырар еді ме? Біз қазақ өзі жұмсақ халықпыз ғой. Бір мынандай әңгіме бар. Әкімдер туралы айтқан кезде мен дастархан басында естіп қаламын. Ана бір әкім бар еді, жеп еді, обыр еді, жеп кетті. Мына бір әкім келді, айналайын екен, аздап жейді екен дейді. Көрдің бе, біздің халықтың қандай кешірімшіл, анау сияқты жебір емес, аздап алады екен дейді. Соның өзін халық дұрыс деп отыр. Сол сияқты мен айтатыным, егер де сондай
саясат жүргізіп қазіргі Қазақстанның экономикасын дамытып, енді араб мемлекеттеріне жеткізбесе де шығыс Европа мемлекеттеріне жеткізгенде мен бірінші Нұрсұлтан Назарбаев қолдап шығар едім. Бірақ ол кісі трагедиялық несінде ол өзінің және отбасының айналасының ашкөздігінің құрбаны болды. Егер де ол сондай саясат жүргізбей халықтың ілтипатына алғысына бөленген кезде бәлкім біз қазір басқаша ол туралы сөйлеп жатар едік. Бірақ соның құрбаны болып кетті. Трагедиялық, үлкен трагедия. Ол менің қолым тисе, мүмкін басқа біреудің бір осы туралы бір үлкен эпопея жазу керек. Көркем эпопея, яғни президент қандай мүмкіндікті пайдалана алмады деген тұрғыда. Енді сол Назарбаевтың 30 жылдығында көптеген саяси құрбандар болды ғой аға. Иә. Білесіз, Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбай, Батырхан Дәрімбетов, оның бер жағында Дулат Ағаділ, көп былайша айтқанда. Сол уақыттарда сол 2005 жылы оппозициялық демократиялық қозғалыстарға көшсек, кеңінен қозғалсақ, жалпы сіздің жеке пікіріңіз Заманбекті атқан кім деп ойлайсыз? Енді бұл таптаурын тақырып болып кетті ғой. Үш рет өзіне атты. Ол әрине ол өтірік екені, сол кездегі билікке керек жаңағы долбар болғанын бәріміз түсінеміз. Сондықтан Сәкеңмен бірге мен үкіметте жүргенде онымен араласқан жоқпын. Ол министр болды, әкім болды. Біз солына әділетті Қазақстан қозғалысының мен бас хатшысы болдым. Сол кезде біздің қозғалысқа келіп жүрді ол азамат. Үлкен тұлға, батыр тұлға, пікірін ашық айтатын, кесіп айтатын. Ол біреулерге ұнамады, есіңізде болса, ол оппозиция кеткенде үлкен шумен кетті ғой, жаңағы кәдімгі мәлімдеме жасап, оның ішінде мені де атап, Әміржан Қосановты соттады деп Назарбаевқа тиісіп қатты сынап айтты. Сондықтан ол да өзіндік трагедиялық, бірақ біздің оппозицияның сол кездегі кемшілігі бар деп ойлаймын. Қазіргі тұрғыда мен енді сол оппозицияның көп өкілдерінің бірі болдым ғой, 15-20 шақты мүше болдық әділетті Қазақстанда. Менен жалғыз біреу болды. Сондықтан менде қатысым болу керек. Бірақ мен басшысы, былай бас хатшысы, ол орындаушы миссия. Оппозицияның кейбір көрнекті тұлғаларының ішінде оған деген қызғаныш болды. Халыққа ол өте танымал еді ғой. Батыр, айтып қалады. Заңғыр тұлға. Халыққа жақын, халықтың тілімен сөйлейді. Мен де сондай бір орысша айтқанда популярный болды ғой. Сонда біраз адам қызғанды. Оны да сол кезде бәлкім сол қозғалыстардың, партиялардың басшысы қылғанда, оны маңайына топтасқанда, бәлкім оның өмірі басқаша бола ма деп, ол жалғыз қалды. Бірақ менде бір сізге айтатын бір ауыр сөз бар. Оны мына оқырмандар кешірім сұрайын. Айта беріңіз аға. Бізде абсолюттендіру деген бар. Біздің мына қоғамның бір үлкен кемшілігі. Назарбаев президент болды, біз оны абсолюттендірдік. Назарбаевтан басқа тұлға жоқ деп, оны елбасы деп мақтап не қылдық. Енді Тоқаевқа да сондай басталып жатқан сияқты. Байқаймын. Кемел адам деп. Иә, сондай бар. Сондықтан бізде де оппозицияда жүргендерді, соның ішінде алыста жүрген, өмірден өткен, сотталған тұлғаларды абсолюттендіріп бар. Мен оған қарсымын. Неге? Бәрі пенде. Заманбек Нұрқаділов те Нұрсұлтан Назарбаевтың режимінің мықты бір қорғаушысы болды. Парламентті таратты, өзі айтты, кешірім сұрады, парламентте мен тараттым Назарбаевтың тапсырмасымен деп, есіңізде болса, жоғары кеңесте. Алтынбек Сәрсенбаев та 2004 жылға дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың режимін нығайтқан адам. Ол да ақпарат министрлігі болды, министрі болды. Яғни сол кездегі баспасөзге деген біздің айтатын сынымыз Алтынбекке де қатысы бар. Ол қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды. Яғни сол кездегі бізге ұлттық қауіпсіздік комитеттері қаншама арандатушы ұрып соқты, бізді соттады, оған да қатысы бар. Сондықтан бізге абсолюттендіру керек жоқ. Әркімнің өзінің орны бар. Сол жүйеде жұмыс жасады ма, айту керек. Бірақ артынан Сәкен де, Алтынбек те соның бәрін дұрыс емес екенін түсініп, мынау біздің жолымыз кері жол деп оппозиция қатарына кетті. Ол үшін оларды біз құрметтеуіміз керек. Сондықтан бізде шетелде біреу жүрсе болды, ой, мынау қандай азамат, шетелге елде түрмеге отырған біреу болса, осы қазір премьер болса, министр болса, күшті болар еді деп қою керек ондайды.
ол адамның өзінің әркімнің менің де кемшіліктерім жетеді. Сіздің де кемшіліктеріңіз бар. Әр адамның пендешілігі бар. Сондықтан мен ылғи айтамын, қазақта екі ақ абсолют болу керек. Құдай және Абай. Құдай ол Құдай тағала, Абай деген бәріміз ұлт болып келіскен бір тұлға. Абайдың да кемшіліктері бар, Әрине. пендешілігі бар. Сондықтан бізде сол абсолюттендіріп бір түрмеге отырса болды. Ойбай, осы бір түрмеге отырып шықты, сүттен ақ судан таза дейді. Кезінде әкім болған адамдар бар, министр болған адамдар, премьер бас прокурор болған адамдар бар. Солар не кезінде сол жүйенің ішінде ақ қарға болып жүрді ма, қара қарғалардың ортасында? Сондықтан меніңше бізге қоғамға, ұлтқа осы өзіміздің тұлғаларға деген бір сондай бір байсалды, сабырлы, салиқалы көзқарас керек. Дұрыс аға, періште көкте ғана дейсіз ғой. Иә. Жалпы бұл шындық ашыла ма болашақта? Қай шындық? Заманбек пен Алтынбектің оқиғасы. Болашақта ашылады деп ойлаймын, және болашақта ашылатынына сенем. Бұның бәрінің ашылмай тұрған себебі жаңа мен айтқан Назарбаевтың факторы деп ойлаймын. Яғни сол уағдаластықтардың ішінде бұл фактор, бұл жайттар да бар сияқты. Өйткені қалай болғанда да, егер біз Заманбек пен Алтынбектің, Батырхан Дәрімбектің тағдырларына қатысты айтатын болсақ, сіз бен біз түсініп отырмыз, ең басты шешімді кім қабылдайды? Жаңаөзенге қатысты ең басты шешімді кім қабылдады? Мәселе сонда ғой. Егер де сен 10 жерден әкім бол, министр бол, 10 жерден тағы бір нәрсе бол, сен президенттің я тапсырмасымен, я өтінішімен жасайсың небір қимыл әрекетті. Сондықтан соны бәлкім уағдаластық ішінде осы мәселелерде бар шығар деп ойлаймын. Егер де болашақта ашылып жатса, ол кісілер дүниеде болады деп ойлайсыз ба? Білмедім, Нұрсұлтан біреуге жамандық тілеуге болмайды. Өмірі ұзақ болсын, қайтейін, енді ол да бір қазақтың азаматы, оған бір өлім тілеуге қиын шығар, бірақ қалай болғанда да. Сосын екінші бір мәселе, меніңше қазір енді Нұрсұлтан Назарбаевта кешегі мен кітабын қарап шықтым, толық оқыдым деп айта алмаймын. Кітабын бір кісілердің қолынан көріп қарап шықтым. Бірақ ол да бір ағынан жарылып айту керек сияқты. Ол да ағынан жарылып, ана кітабындегідей емес, өзінің қорғаштығы. Кемшілігін айтты. Мына қалай өзі бір мемуар деген жанр өте бір қиын жанр. Мемуарда жұрт бәрін өзін қорғаштап, өзінікі дұрыс, басқаныкі бұрыс қылып көрсеткісі келеді да, сондықтан мемуарға сенім деген онша болмайды. Сондықтан меніңше Назарбаев та көзі тірі кезінде сол, бірақ енді Жаңаөзенге мен бұйрық бердім деп қалай айтады? Мәселе сонда. Сондықтан өлгенше бұл сол несімен өзінің аңызымен кетеді, артынан бәрі ашылады деп ойлаймын. Ал Назарбаев жұмақ жайға лайықты деп ойлайсыз ба? Жеке пікіріңіз. О да адам ғой, пенде деген сияқты. Қалай ойлайсыз? 30 жыл бір мемлекетті кері тартып, саяси құрбандары бар, және саяси сіз бізді қазір енді көзге түсіп жатқанын айтып отырмыз ғой. Ал сол жүйе қаншама адамның тағдырын дейді. Жүйе ауылда, мәселе мен туған Қызылорда Арал ауданында қаншама сол жүйеге сын айтам деп қаншама азаматтардың тағдыры қиылды. Балалары жұмыстан шықты, әйелдерін жұмыстан шығарды. Мен өзім әріптестерімді айтып жатырмын. Кезінде Сағат Жүсіп деген ағамыз болды біздің. Қандай сол демократиялық, Қызылорданы айтып отырмын ғой, қандай демократиялық ұстанымдар үшін тұтас бір ұрпақ, бір толқын сол Назарбаевтың құрбаны болып кетті. Сондықтан Иә, жоқ. Енді о жақта да әділеттік бар шығар. Түсінікті. Ғаламтордағы ақпараттарға сүйенсек, Заманбек Нұрқаділовте елбасы туралы бір чемодан компромат болыпты дейді. Сіз бұл ақпарат қаншалық сенесіз? Мен Зәкенің өзіме сөйлестім. Оппозиция кеткеннен кейін мені үйіне шақырып, біз екеуміз атылып кететін бильярд столы бар бөлмеде 2 сағаттай сұхбаттасқанбыз. Сонда айтқан маған, мен осындай компроматым бар. Мен айттым, жариялау керек. Жоқ, жарияламаймыз, оны уақыты келеді, бір кеңсе ашайық, кеңседе күзет болсын, менің материалдарымды алып кетуі мүмкін деген сияқты. Сосын мен айттым, елдің ішінде қиындау болады, Зәке. Бұлардың қазіргі ашпайтын есігі жоқ. Арнайы органдардың өзіңізге
кыйын болот. Сондуктан ол құжаттарды неғұрлым жария етсеңіз болды. Мысалы ол кезде интернет енді пайда бола бастады ғой. Міне жария етіңіз болды, бітті, миллиардтардың қолына кетеді. Бірақ ол кісі жарияламады. Не екенін білмеймін. Бірақ мен ұсынысым болды, жариялау керек. Қазір ол Бәлкім компромат ол бар кісі ма? келіссөз жүргізді ма, бәлкім жоғары жақпен ақылдасып жүрді ма, әлде біреуге тиіп кетеді деді ма, мен ол жағын білмеймін. Бірақ дәл сондай әңгіме, мен айтқам, жариялау керек. Болды, міне қазір жариялаңыз, интернетке салыңыз, фотоға түсіріп компроматыңыз болса. Не Бірақ себепті жарияламады деп ойлайсыз ол кезде? мен Қысым ойлаймын, көрді ма? ол да пенде ме, қысым болған шығар. Біздің билік ол кезде мына Рахат Әлиев деген бір оңбаған болды ғой. Мгм. Мені семьяма да тиіскен. Солардың несі болды ма, семьясы үшін қорықты ма, әлде сол семьялардың отбасын бір реттеп алып сосын жариялаймын деді ма, мен білмедім уже. Мен әңгімем сол ғана болды, одан кейін ол кісімен ол туралы сөйлескен жоқпын. Соңғы рет кеңсеге барып қашан рухтарына құран башладыңыз? Алтынбек Заманбекке ма? Біз енді жыл сайын баратын едік, бірақ мен соңғы рет мен осы туған күнде, не өлген күнде бардым деп айта алмаймын. Мен әке шешеме барам. Қарындасым жатыр Кеңсайда. Кеңсайда. Мен бірақ сол бұрын біз ұжымдық тұрғыда баратынбыз, бірақ енді қазірдің өзі ырду-дырду болып кетті ғой. Олардың да айналасы, кешегі үндемей жүрген балалары қазір батыр болып жатыр. Әкемнің құнын сұрап сол кезде біз ұлына айтқанбыз, пресс-конференцияға қатысыңыз бізбен. Жер тепкілеп тұрып, әкеңізді сұраңыз құнын деп айтқанбыз. Кім өлтірді деп. Бірақ енді ол кезде жағдай әртүрлі болды. Мен ешкімді кінәламаймын. Әркімнің өзінің өмірі бар. Сен ешкімді кінәлай алмайсың. Сен неге Назарбаевқа, неге Тоқаевқа оппозиция емессің деп. Оның екі себебі бар. Біріншіден, шынымен де Назарбаев пен Тоқаевқа сенетін адамдар бар. Оны жоққа шығармау керек. Екіншіден, сен бәріне батыр бол, оппозиционер бол деп айта алмайсың ғой. Ол үшін жүрек керек, таза болуың керек. Сосын жемқорлыққа салынған адамдар қалай билікке қарсы алады, келесі күні оны соттап жібереді. Біздің жүргеніміз сол тазалықтың арқасында жүрміз. Түсінікті аға. Жалпы Қазақстан тәуелсіз алғалы бері саяси құрбандар мен темір торға тоғытылғандардың адамдардың саны көп. Былайша айтқанда, олардың бірі қараша айында 7 жылға сотталған экстремистік топ деп Марат Жыланбаев. Жалпы билік осындай кісілер не үшін қорқады аға? Оның сыртында, артында тұрған саяси күш жоқ, я партия жоқ. Марат Жыланбаев былай қарап отырсақ, Гиннестің рекордына енген 7 түрлі рекорд иесі. Негізі ондай адамдар неге көкке көтерген, неге жаншып береміз аға? Маратты мен сыйлаймын. Кезінде ол кісі мені президенттік сайлаудың кезінде оның алдына да қолдаған азамат. Сөзіңізге толық қосыламын, бірақ бір себебін айтайын. Прецедент деген бар. Прецедент деген, мысалы, бір нәрсе әлемнің бір түкпірінде орын алса, ол заңды деп табылса, ол ертең басқа жерлерде прецедент ретінде заңды деп табылады. Сондай бір не бар, заңдылық бар. Сол сияқты қазіргі таңда Тоқаевтың жеке басына сын айтқан. Жеке басына. Бізде көбісі билік деп құтылып кетеді ғой. Жеке басына сын айтқан, оған жақпайтын пікір айтқан адамдарды болашақта болдырмау үшін Жыланбаев сияқтылар соттап отыр деп ойлаймын. Екінші, мен оны айтып та жүрмін. Мына бір бізде билікте бір Мұхтар Әблязовқа қатысты бір үлкен, мен де Мұхтарды онша жақсы көрмеймін, шын айтайын. Ұрлаған ұрлады, жеді, біздің сайлауда мен қанымды ішті, жамандады, биліктен өзі ақша алып жүрген шығар, кезінде алған шығар, миллиардер болып. Мен бір нәрсе деп жамандады, мәселе онда емес. Соған қатысы бар деп кейбір партиялар тіркемейді, соған қатысы бар деп. Бірақ мен биліктегілер айтамын, мен наразылық ол тек қана Әблязовтың наразылығы емес. Наразылық ол іште бар, елде бар, халықта бар, ауыл аймақта бар. Сондықтан олар да тіркелу керек. Наразы топтарда тіркеліп, өзінің партиясын құрсын, сосын парламентке кірсін. Парламентте отырып алып қарсы дауыс берсін, мысалы. Сосын билік неғұрлым түзелген сайын наразылар азаяды ғой. Солай ма? Логика бойынша. Онда билік өзінің бойын тік ұстайды. Мына наразылар бір нәрсе болады ғой деп айтады. Премьер-министрді тағайындап жатқан кезде олар сөз сөйлейді. Дұрыс па? Парламентте. Бір заңды қабылдап жатса, мына заң дұрыс емес деп айтады. Олар да керек. Яғни парламент ол қоғамның айнасы болу керек. Шартты түрде айтсақ, парламентте Қосановқа
дауыс берген 16-2 деп билік мойындады ғой пайызды. 16-2 Ең жоғары. парламентте отыру керек. 16-2 ана орталық сайлау комиссиясы мойындады ғой Қосановтың 16-2 болды, мойындады. Ол қалды. Яғни протоколдарда өздері жасаған протоколдар. Бірақ енді сол 16-2 парламентте отыру керек қой. Міне, нағыз әділеттік саяси жүйе сой болады. А егер тек парламентке келісіп, анау шаң басып қалған партиялардың несін киімін қағып, сен мына партияға кір жаңағы, оппозиция бол деп жаңағы бұрынғы Ақ Жол, басқа партияларды кіргізіп қойып, сен анда-санда барып пікір айтып тұр деген, ол халық бәрін көріп отыр спектакль екен. Сондықтан егер де Тоқаев мына әлеуметтік, экономикалық өмірде өзінің бір жоспарлары бар ғой, енді айтып жатыр ғой. Содан басқа бізге өзі кетерде сайлау өткізіп, қоғамның айнасы ретіндегі парламентті құрып кетсе, қоғамның айнасы ретінде. Екінші, өзі қалаған адамды емес. Ол біреуді ұнатуы мүмкін. Назарбаев Тоқаевты қалады ғой. Енді біз тағы да Тоқаевтың қалаған адамының құрбаны боламыз ба? Мысалы, мүмкін одан артық біздің болашақ президенттеріміз бар шығар. Сол сияқты ғой. Сондықтан егер де сондай парламентті құрып кетсе және өзінен кейінгі президенттің әділ, бәсекелі, халық шынымен көріп, шетелдегіде мына екі азамат та мықты екен, үш азамат та мықты екен, көрейік осыларды деп, ішінен олардың бағдарламаларын талқылап, ананың мұрны пәленше екен, ананың құлағандай екен, мынаның дауысы онша емес екен, ананың бойы пәленше екен деп талқыласын халық. Сосын дауыс берсін. Міне сол кезде Тоқаевқа ескерткіш қоюға болады. Егер де сондай парламент құрса, және өзінен кейін өзі қалаған бір дипломат, мына бір елші жігіт, мені жақсы жігіт деген мәселе ондай болмайды. Осыны көтерейін, осыған пиар жасайық, осыны премьер қылайын, спикер қылайын, мәжілістің төрағасы қылайын, ертең осыны өсірейін деп Назарбаевтың жолымен кетсе, біз тағы да бір 10 шақты жылға кері кетеміз. Келесі президент кім болады деп ойлайсыз аға? жаңағы жауабының ішінде бар ғой, екі жолы бар. Тағы да Тоқаев өзінің Назарбаевтың немесе кез келген авторитарлардың дәстүріне сәйкес, мынау жігіт Бесінбай жақсы, мен айтқанымнан шықпайды, мен жамандамайды, осыған көмектесем, осыны қояйын десе, онда біз кері тартамыз. А егер шығып алып Қасым-Жомарт Тоқаев, ал міне мемлекеттің ішінде де азаматтық қоғамда да, ел ішінде де азаматтар бар, бәріне жол ашылады, шығыңдар, көріңдер, бірақ жемқор болма, ұрлық жасаған болма, дұрыс па? Конституция қарсы сөйлеме, тағы не, бүлікке шақырма, қырғынға шақырма деп талап қойсын. Қалғандар, мен жігіттер шығыңдар, мен кез келгеніңді ертең батамды берем десе, ең супер президент Тоқаев болады. Бірақ мен оған онша сенбеймін. Тоқаевта әлі мүмкіндік бар дейсіз ғой, тарихта қалуына жақсы атпен. Бар, мүмкін. Ол қазірдің өзінде жақсы атпен қалып жатыр. Қазір мысалы менен жұрт сұрайды, кейде сіз өзі Тоқаевқа қалай қарайсыз? Мен айтамын 50-де 50 деймін. Неге? Мен сөздерін қолдаймын. Мәселен, мен сайлауға түскенде айтқан, мемлекеттік аппаратты 33%-ке қысқарту керек деп. Ол кісі 25% қысқартты. Тоқаев. Шетелдегі ақшаларды қайтару керек дедік, ол кісі қайтарып жатыр. Белгілі бір дәрежеде бір жеке басқа табынушылық, жағымпаздықты жою керек деп жатыр. Ол да дұрыс. Кресломда отыра бермеймін, 7 жылдан кейін кетем деп жатыр. Ол да дұрыс. Неге қолдамайсың? Қолдайсың. А бірақ бастамалардың жүзеге асуы, нақты өмірдің, ауыл аймақтағы азаматтардың, президенттің жақсы бастамаларын жемісін көру жағы ақсап жатыр. Ол мен айтқан екінші себепке байланысты, кадрларға байланысты. Қазақтың классик ақыны Есенғали Рошановтың мынандай өлеңі бар аға. Ей аңғалдық саған арбалдық, үстінде отырып алтынның басқаның күмісіне таңғалдық. Аға, біз қашан ел боламыз? Қашан байимыз? Қашан әдемі өмір сүреміз? Қашанға өгей баланың күйін кешеміз аға? Біз мықты елміз. Біз бай елміз, жер қойнауы, жер үсті. Бірақ анау туроператор деген бар ғой, мысалы шетелге шықсаңыз туроператорға жүгінесіз, сол сияқты бізде бір операторымыз нашар, ол үкімет, ол билік. Сондықтан біз мүмкіндігі мол, бірақ сол мүмкіндікті әлеуеті мол, бірақ сол мүмкіндікпен әлеуетті жүзеге асыра алатын билікті әлі дұрыс таңдай алмай жатқан елміз. Сондықтан
Тоқаевтың қазір мен байқап отырмын сөйлеген сөздерінен белгілі бір дәрежеде елге деген қамкөңіл жанашырлығы бар. Баяғыда емес, бұның сөздерінде жанды нәрселер, әсіресе қағазға қарамай сөйлеген кезде ол кісінің қазақ екені, осы азамат ретінде, басшы ретінде жақсы атпен тарихта қалғысы келетіні, ана ауылда болып жатқан қиындықтарға жаны ауыратын сезіледі. Бірақ анау спичрайтерлері бір қасаң, жүрегі сезілмейтін, жылуы жоқ бір қағаздарды оқытып қояды. Мен соған таңқаламын. Ол кісі жанды, мына сіз бен біз сияқты есік алды эфиріне шығу керек та, айту керек, айналайын халқым, мынаны жасап жатырмыз, мына жерде болмай жатыр, мына жерде қоғаммен ақылдасайық. Сол қазіргі кезде қоғаммен ақылдасу азайып бара жатқан сияқты. Сондықтан біз міндетті түрде бай дәулетті мемлекет боламыз. Әрбір қазақтың өз елінде лайықты өмір сүру үшін жағдай жасалатын мемлекет боламыз. Оның уақыты келді. Егер де Тоқаев соны жасаса, онда оған үлкен қошемет. Егер жасай алса, жасай алмаса, бәрібір халық, мына адамзаттың өркениеттің даму логикасы бар. Оны сіз жоққа шығара алмайсыз. Логика деген бар. Ол ешбір президентке немесе премьерге байланысты емес. Даму логикасына келетін болсақ, кез келген ұлттың, кез келген халықтың өзінің даму логикасы бар. Әрине, билік басында тұрған институттар оны я жеделдетуі мүмкін, я кедергі жасауы мүмкін. Бізде әзірше кедергі жасап жатыр. Бірақ жеделдеп, қоғам бәрібір, халық өзінің айтқанын істейді, бәрібір сондай қоғамға жетеміз. Түсінікті аға. Ұлттың үш қателігін атап беріңізші аға. Ау, Ұлттың үш қателігі. біздің қазақтың қателігі ме? Енді ұлтқа деп айтпайын, қазіргі қазақстандық қоғам дейік. 21 ғасырдың 20 пәленше жылындағы қоғамның ұлт деп айтпай қояйық. Ұлт киелі нәрсе ғой. Қоғамның қателігі. Бірінші қателігі көп нәрсені билікке байланыстырады. Әкім маған жұмыс тауып беру керек, президент жақсы заң қабылдау керек, билік пәленшені жасау керек деген. Биліктің, үкіметтің белгілі бір дәрежеде мемлекеттік функциясы бар. Яғни реттеп отыратын, бюджетті бөлетін, бірақ ол да абсолют емес. Әрбір азамат, әрбір сіз айтқан ұлттың өкілі, әрбір қоғам өкілі менің тағдырым өз қолымда деп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Ол бірінші қателік, тек қана билікке ғана мойынсыну. Екінші қателік, бізде білім жетіспейді. Ауылдағы ағайындар кейде WhatsApp'та түкке тұрмайтын бір арандату нәрсені, Әміржан қалайсың, осылай болып жатыр ғой. Не болып қалды? Апаларымыз, жеңгелеріміз не болып қалды? Анау WhatsApp'та былай жазып жатыр екен, анау қырып жатыр екен. Мен айтамын, қайдан көрдің? Маған салып жіберді дейді. Міне, біздің әлі білім дәрежеміз, мына қалай геосаяси үлкен, бізге қатысы жоқ сияқты геосаяси гибридтік соғыстарға төтеп беру үшін біз өзіміздің қоғамдағы әрбір азаматтың сауаттылығын, көзі ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек. Сол кезде ол кез келген ақпаратқа сыни көзбен қарай бастайды. Хайптан ада боламыз, яғни құлан тазармасақ. Үшінші мәселе, мен ойлаймын, осы қазіргі қоғамның кемшілігі, нәтижені бірден көргісі келеді. Тоқаев келді ма? Тоқаев бүгіннен бастап айлықты көбейту керек. Тоқаев бүгіннен бастап зейнетақыны көбейту керек. 30 жыл бойы Назарбаев не істеп кетті? 30 жылдың ішінде ұрланған қазына, бюджет, тапшылығын сезіп жатқан мемлекеттік қаржылар оны білмейді. Тоқаев келу керек. Сосын бізде популизм. Қоғамдағы үлкен дерт популизм. Кейбір саясаткерлер әсіресе сайлау алдында уәден үйіп төгеді. Кешегі сайлау болды, депутаттар уәден үйіп төгеді. Қайда сол депутаттар? Әрбір ауыл аймақты аралады, асфальттаймыз, жылу энергетикасын дұрыстаймыз, көшелерді көркейтеміз. Қайда сол депутаттар? Ана жақта отыр әлі. Сондықтан мен айтатыным, популизм бізді алып барады. Популизм де ол өте қатерлі нәрсе. Популизм ертең халықты көшеге шығару мүмкін. Популизм ертең біздің ұлттық бірлігімізге, мемлекеттің тұрақтылығына кедергі жасау мүмкін. Яғни айтса, Тоқаев неге мысалы пенсияны 3 есе көбейтпейді, айлықты 2 есе көбейтпейді деп біреу айтуы мүмкін, халық оған қол соғуы мүмкін. Оның артында не жатыр? Ол экономикалық, оның себептері қалай деген сияқты. Сондықтан міне үш кемшілігі осы деп ойлаймын. Ұлттың емес, қазіргі Қазақстан қоғамы. Қадыр Мырзаның сөзі бар ғой аға,
Соғыстан кейін батырлар жерленеді, сайлаудан кейін уәделер жерленеді деп. Қазір депутаттарға көңіліңіз тола ма? Иә Жоқ, немесе жоқ? толмайды. Толмайды. Мен Қазақстанда парламенттің рөлін басқаша көремін. Ондай классикалық үлгідегі парламентке біз әлі келеміз. Былай ғой, парламентте оппозициялық пікірі бар, балама пікірі бар адамдар неге керек? Ол мына сіздерді, жастарды тәрбиелейді. Мгм. Эфирге мысалы үкіметке балама пікір айтатын азамат шығады, хабардан, Қазақстан. Сосын ауылда жүрген азамат ойлайды, ей, біз ашық қоғамда өмір сүріп жатыр екенбіз ғой. Міне, премьер-министр мынандай ұсыныс айтып еді, ана жерде бір ағай тұрып айтты, 12% емес, 17% болу керек деді. Және оны дәлелдеді. Деген біз мына қоғамның саяси сауаттылығын арттырамыз да, ал бізде отырып алып президент заңды ұсынды, оны қолдады. Мына біздің саяси белсенділігімізге, болашақ жаңа Қазақстанның азаматтарын тәрбиелеуімізге үлкен кедергі келтіреді деп ойлаймын. Және де қазіргі парламенттің депутаттары сол әділ сайлаудың арқасында осы сайлауға келді деп мен айта алмаймын. Түсінікті аға. Аға, бағдарламамыздың қорытынды бөлімімізге келдік. Қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Жақсы. Өз өзіңізбен оңаша қалғанда не жайлы ойланасыз? Кемшіліктерім туралы ойланамын. Сол кемшіліктерімді жою керек. Таңертеңнен тұрып жүгіру керек. Сіз жалқау адамсыз. Мен жалқау адаммын. Мен жалқаумын, өте жалқаумын. Мен әлі кітабымды бітіре алмай жатырмын. Жалқаумын. Ол үлкен менің кемшілігім сол. Өмірде өкінген сәттеріңіз көп пе? Баршылық. Бала кезде де өкінішті сәттер болды, жас кезде де өкінішті сәттер болды, қазір де өкінішті сәттер бар. Ол адам болған соң солай болады. Осы уақытқа дейін жасаған қателіктеріңізді ар сотында мойындайсыз ба? Пенде болған түрлі қателік болады ғой. Өзіңіздің ар ожданның алдында. Қателіктердің ішінде біреуге артық сөйлегенім бар шығар, біреуді ренжіткенім бар шығар. Бірақ ұлтыма, халқыма, қоғамдық тұлғамын ғой мен. Қалай жүрсем де мен солай қабылдайды жұрт. Сондықтан дәл қазақ халқына, ұлтына қателік жасадым деп мен ойламаймын. Әйтпесе мен өзімді өзім онда мен мойындамас едім. Сондықтан қал қадерімше 20 ғасырдың аяғы мен 21 ғасырдың басында саяси алаңда өз орнын табуға тырысып жүрген қазақтың бір баласымын ғой мен. Бұрынғы істеріңізге өкінбейсіз. Өкінбеймін, ешқандай өкінбеймін. Өкініш. Өмірде неден қорқасыз? Жаман аурулардан қорқамын. Мына бала шағам, жолдасым сондай бір дертке бір бәлеге ұшырап қала ма деп содан қорқамын. Нені кешірмейсіз? Сатқындықты. Сатқындықты. Өйткені мен мына билікке тым ерте бардым. 28 жасымда министрдің орынбасары болдым. Биліктен тым ерте кеттім. Оппозицияда үлкен партиялардың басшылығында болдым. Мен сатқындықты көрдім. Өзіңнің үйіңнен шай ішіп жүрген, шешеңнен бата алып жүрген адамдардың сатып кететіні болады екен. Міне сатқындықтың ең жаман жері, жан жері. Досыңыз көп пе, дұшпаныңыз көп пе? Саяси аренада. Кез келген азаматтың, ол саясатта емес, бизнесте, ғылымда, білімде, журналистикада жүрген, кез келген жария салада жүрген адамның, ол азамат болсын, қарындасымыз болсын, оның дұшпаны бар деп ойлаймын. Өйткені біздің әлемдік әдебиетті қарасаңыз, адамзатты алға сүйрейтін бір фактордың бірі бәсекелестік қой. Ал бәсекелестік, көре алмаушылық, қызғаныштан туады. Сондықтан дұшпандар да жетеді менде, достарым да бар. Өмірде сіз үшін не маңызды? Адам өмірге келеді. Сол өмірден өткенде осы миллиардтаған адамдар келіп кетіп жатыр. Осы бір Абай айтқандай бір кірпіш болды ғой. Осы адамзаттың бір алға жылуына, өз ауылының, ауданның, қаланың, облыстың, мемлекетінің, адамзаттың дамуына кішкентай да болса бір үлес қосты ғой деген ой болса, сол маңызды. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Соңғы оқыған мен қазір қайта қарап жатырмын. Мен не екенін айтайын. Қазір бұрын көзілдірік тақпайтын. Көзілдірік тақпайтын. Бірақ қазір кешке, күндіз көремін. Кешке мен әдетім жатып алып кітап оқу жатардың алдында. Сол қазір ана бұрын қалған кітаптардың қарпі өте кішкентай екен. Сосын өзім сүйіп қайта оқитын кітаптарым бар. Қазір қайта оқып жатқан кітаптар Надар Думбадзеның «Закон вечности» деген романы, орыс тілінде. Қазақшасын мен әлі көрген жоқпын. Өзім сол авторды жақсы көремін, қазір қайта оқып жатырмын.
өмірді жаңадан бастау мүмкіндік берілсе. Кітап туралы айтайын сосын. Кітап. Кітап туралы айтатын, мен қазір жаңа кітаптар шығып жатыр, білем. Интернеттен де балаларым электрондық кітап алып Қазір берген. ақын жазушы болып кетті ғой Жоқ, кейбірінің бәрі. қараймын. Мынау қазіргі қазақ әдебиетінде болып жатқан кітап шығармаларды қараймын, оқып тұрамын. Бірақ бір сөз айтайын, мүмкін ол оқырманға ұнамау, көрерменге ұнамауы мүмкін. Кейбір кітаптарымды оқысам, осыны мен білетін сияқты болып тұрамын да. Мен осы неге оқып жатырмын осыны? Мен онсыз да осыны білем. Осындай тебіреністі, осындай ойды деген сияқты бір неге мен уақытымды соған жіберіп жатырмын деген ой пайда болады да. Сондықтан өзіме тылсым, өзім әлі оқымаған кітаптар іздеп жүрмін. Жаңағы соңғы сұрағыңызды алайық. Өмірді қайтадан жаңадан бастауға мүмкіндік берілсе, қандай қателіктер кешірмейтін едіңіз? Жасамайтын едіңіз? Өте қиын. Ә, мамандығымды сол қалпында қалдырар едім. Білімді айтып жатырмыз ғой. Мхм. Қызметімді де солай істер едім. Биліктен де кетер едім. Өйткені бәрібір мен ол жерден қуып жіберетін еді. Мына сөзім үшін, пікірім үшін. Жарымды, сол жарым таңдар едім. Мүмкін балаларымды көп қылу керек еді. Менде 3 бала, Құдай берген 3 бала бар, соған мүмкін көбірек бала табу керек ме деп, кім біледі. Жақындарыңыз үшін өзіңізді құрбан қылуға дайынсыз ба? Барлығы үшін емес. Жақындарыңыз үшін. Барлығы үшін емес. Отбасым, жарым, бала шағам үшін дайын. О дүниені қалай елестетесіз? О дүниеге барып келген ешкім жоқ. Құдайға тіл тигізгім келмейді. Мен ойлаймын, адамзатқа дін керек. Егер де дін болып болмай, о дүниенің қаһарынан, жазасынан қорықпаса, адамзат азып кетер еді. Азғын болып кетер еді. Өйткені осы заңның жауапкершілігінен гөрі ана жақтың жауапкершілігінен адам қорқады, сондықтан адамзат бойын тік ұстап жүреді. Қылмыс жасамайды, қорқады. Сол керек деп ойлаймын. Ал көз алдыма елестететін, енді егер әділеттік болатын болса, мен ол жақта көп қиналмайтын шығармын. Өйткені мен өзімнің карьерамды, өзімнің мынау байлық қалай ақша тауып, бір нәпақа жинауын бәрін осы өзімнің айтып жүрген сөздерімді растауға тәрк еткен азаматпын. Сондықтан көп бір қазақ деген ұлттың кезінде қоғамда көп ашық шындықты айтуға тырысқан бір азаматы болып, ана жақта көп қиналмайтын шығармын деп ойлаймын. Ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын, жемқор болған жоқпын, қылмыс жасаған жоқпын, тағы не, ешкімді өлтірген жоқпын, ешкімге қиянат жасаған жоқпын. Өзіңізді жұмақ жайға лайықпын деп ойлайсыз ба? Қайда? Жұмаққа лайықпын деп ойлайсыз ба? Жоқ, мен ортасында жүретін шығармын. Өйткені мен кемшілігім де, қателіктерім де көп. Сондықтан мен сол жұмақ жақта, мен бір өлеңім бар жаңа жазған, оны артынан қарармын. Мен жұмақта да, тозақта да мен ортасында жүретін шығармын. Жақыныңыз үшін сот залында ар сотынан аттап жалған куәлік ете аласыз ба? Жоқ. Өйткені өтіріктің бәрі артта ашылады да. Сондықтан сіз сол кезде тіпті айтсаңыз да біреуге жаңа, бәрі ол ертең өз жазасын алады. Балаңыз болса да. Жоқ. Балаларымды да, 2 қызым, 1 ұлымды да заңның ала жібін аттамауға үйретіп келе жатырмын. Соңғы сұрағым, жалпы адам үшін мәнді, мағыналы, сауапты маман иесі кім деп ойлайсыз? Қандай маман деп ойлайсыз? Ұстаз, дәрігер, құрылысшы. Бүгінгі сойқан сұхбат ұнады маған. Сойқан дегенде маған бір жеке басқа тиісіп сұрақтар қоятын еді. Анау желтоқсан оқиғасы дейді, 19 жылғы сайлау дейді. Соны күттім. Оны бірақ енді көргеніңіз сезіліп тұр, ол желтоқсанның да. Бұларды босаған еді, айттыңыз ғой Жоқ, сұхбаттарыңызда. жоқ, 19 жылғы бәрін айттым ғой. Сондықтан мен тілейтінім журналист ретінде хабарыңызға жақсы спикерлер тілеймін. Өйткені өкінішке орай бізде қазір спикерлердің өзі азайып бара жатыр. Кім еді жаңа бір Наполеон ба бір айтқан ғой, маған гаист әкеліңдер деп. Сөйтсе француздың гаистерін әкелсе, жоқ, маған немістің гаистерін әкел деп айтады. Неге десе, мен француздың гаистерін не жазатынын білем деп айтады. Сондықтан сондай айтатыны белгілі адамдар адамды қызықтырмайды да.
бірақ қоғамға бір алға жетелейтін, қазір негатив заман ғой, соны бір позитив арқылы халыққа, қоғамға, сосын былай ғой, мына спикер келген кезде өзінің жауапкершілігін сезу керек қой. Мен халыққа не айтамын, өзімді мақтаймын ба, отырып алып жаңа ақталамын ба, жоқ. Мына осыны көріп отырған көрермен, жас болсын кәрі болсын, менен қандай пайда көреді деген оймен келу керек сияқты да. Сондықтан мен жаңа өмірдегі кейбір детальдарды айтып жатқаным сол жастарға арналады. Өйткені мамандық таңдауға қатысты, өзіңнің қоғамдағы орныңды білуге қатысты мәселелер айтылса деймін. Сондықтан хабарыңыз жандана берсін, көрермені, лайктары көбейе берсін. Рахмет аға. Аға, бағдарламаның цитатасы бар. Әлемде 1000 түрлі адам бар, 1000 түрлі адам 1000 түрлі пікірде, ал 1000 түрлі адам бір пікірде болса, дүниеде катастрофа болып кететін еді деп Конфуций айтқан ұлы ойшыл. Дұрыс. Бағдарлама талабы бойынша цитата сізде. Ситуация байланысты болсын, өмірлік ұстанымыңыз деген сияқты бір. Менің ба? Иә. Ойланбаппын. Жалпы мен ондай цитаталыққа, менің мақалаларымды оқысаңыз, мен ешқашан дәйексіз цитата келтірмеймін. Жалпы Абайды көп оқитын сияқтысыз. Абайдың Абайды мен өзімді Абаймен салыстырмаймын, бірақ Абай да кезінде таяқ жеген адам ғой. Мен де таяқ жеген адаммын. Сондықтан мен оны түсінемін. Көп адам таяқ жемеген адам түсінбеуі мүмкін. Ал өз басым ондай дәйексөз бар деп айта алмаймын. Кезінде бір жастау кезімде бір интервьюімді қарасам, ішінде түрмеде отырғандардың бір сөзі бар екен. Сол ұнайды деп айтыппын. Түрмеде отырған. Не верь, не бойся, не проси дейді. Бірақ біріншісімен келіспеймін. Өйткені қалай сенбейсің? Сен айналаңа сенуің керек, өзіңе сенуің керек, өзің атқарып жатқан тірлігіңе сенуің керек. Кейде бір эфирде қарап отырсаңыз, шенеунік болсын, саяси қайраткер болсын, көзінде сенім жоқ. Айтып отырады да, өтірік екені сезіліп тұрады. Сондықтан сенімсіз болмайды. Бірақ екіншісі ұнайды. Не бойся, не проси деген ұнайды. Яғни еш нәрседен қорықпа. Құдайдан ғана қорық, енді қалғанынан қорықпа. И еш нәрсе сұрама. Мен өмірім сондай немен принциптермен келе жатқан адам. Аға, енді жақында 60 жасқа толасыз. Құтты болсын, мерейтойыңыз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Алғыс тілеймін тек сізге. Рахмет сізге де сізге хабарыңыз сұхбатыңызға. шақырған сұрақ. Бір жүз 110 дедіңіз. Жақсы.